Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге балалық шақтың дәмі қатпарлы түтікшелер дайындайтын боламыз. Дайын қатпарлы қамырымызды алып, 4 бұрыш қылып жаямыз. Қалыңдығы 2-3 мм болуы қажет. Қамырымызды жайып болдық. Енді енін 2 см етіп жолақтар кесеміз. Темір түтікшемізді алып, қамырымызды жоғарыдан төмен қарай орап шығамыз. Қамырымызды орағанда астыңғы жағының үстіне оралуы керек. Осы жалғанған жағымен противенге төмен қаратып қоямыз. Жұмыртқаның сарысына 1 ас қасық сүт құйып, түтікшелеріміздің үстіне жағып шығамыз. Сөйтіп, қызып тұрған пешке салып, 200 градуста дайын болғанша пісіреміз. Дайын болған соң темір түтікшелерді шығарып, торда суытамыз. Сливкеден крем дайындайтын боламыз. Суық сливкемізге қант ұнтағын қосып, миксермен жоғарғы жылдамдықта араластырамыз. Кондитерлік қапқа кремімізді салып, түтікшелерді толтырып шығамыз. Кремімізді толтырып шыққан соң қант ұнтағын себеміз. Крем қосылып жасалған қатпарлы түтікшелеріміз дайын болды. Балалық шақты еске алып жасап көріңіздер.
алдыда видеоларды жіберіп алмас үшін лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар.